армысыздар. Бүгін мен Қаттағаева Айгерім Омарқызы Кербұлақ аудандық орталық ауруханасында кадр бөлімінде жұмыс жасаймын. Біз 19 маусым күні Кербұлақ аудандық орталық ауруханасының басшысы Қанат Тұрысбековичке мәлімдемемен кірген болатынбыз. Мәлімдемеміздің себебі кадр бөлімінің басшысы Зухра Кинаятнаны жұмыстан шектетуге деген болатынбыз. Себебі ол жерде ол кісі өзінің лауазымдық несімен бізге қысым жасап, біздің өзіміздің жұмысымыздан бөлек жұмыс атқаруымызға мәжбүрлейді. Атап айтатын болсақ, жаңадан кіріп жатқан қызметкерлердің сағат сертификаттарын тексерткізеді. Бұрыннан істеп жатқан медицина қызметкерлерінің де сағатын тексертеді. Уақыты келіп жатса, солардың списогін береміз. Сол кісі тізім бойынша өзіне шақыртып, сағат алуын талап етеді. Сағатты басқа жақтан алып келген медицина қызметкерлерінің сағаты жарамайды деп қабылдамайды, именно өзі жасатып отырған жерден алғызады. Жаңағы сағат сертификат жасатуға ақшасын алып кеп берген қызметкерлерге тиіспейді, өзі жасайды деді, олар жүре береді. Ал басқа өзі жасатып оқып алып келген медицина қызметкерлерінің сағат сертификаттарын қабылдамайды. Бұл жерде бізге талап еткен кезде Қанат Тұрысбекович бізге уәде берген. Бұл кісі жұмыстан кетеді, бұл жерде жұмыс жасамайды деп. Сөйтіп 19 маусымнан бүгінгі күнге дейін солай айтып келді да, бүгін біз таңертең аудан әкіміне кірейін деп отырған жерімізден Қанат Тұрысбекович бізді алып кетіп, өзім шешемін, болды, бұл кісі жұмыстан кетеді деп айтты да, кабинетіне кірген кезде басқаша сөйледі. Зухра Кинаятнаны шақырып алып, болды, сіз өз орныңызда қаласыз, бұл кісілер өз жұмысын атқарады, бұрынғыдай отыра бересіздер деп қаһарманова Зухра Кинаятнаны орында қалдырды. Бұл жерде аудан әкімінің орынбасары Әденов Нұрлан Бақтыбайұлы, ол кісінің туған жездесі болады. Сол кісінің қысымымен ба, қалай екенін Зухра Кинаятна өз орында қалды. Енді атап айтатын болсақ, менде бала шағам бар, бұл жерге былтырдан бері келіп жұмыс істеп жатырмын. Қаншама заң бұзушылық көрдім. Соның бәрін атап айтып, мәлімдеме жазып бердім. Біздің жазған мәлімдемелеріміз, біздің қызметкерлердің көбісі 10 адамнан арыз түсті. Оның бәрі қаралған жоқ. Соның барлығын бүгін алып, міне Талдықорған қаласының антикорына келіп жаздық. Біз бұдан былай ары қарай тоқтамаймыз. Ары қарай да барамыз, жазатын жерлердің бәріне жазамыз. Осы шарада сіздер қолға алып, бізді көмек көрсетулеріңізді өтінеміз.